Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Әлихан Бөкейханұлының осы сөзі Қайым Мұхамедханов атындағы нөмірі 90 мектеп гимназияның идеясына саяды. Діттегендері ұлттық мектеп құру. Өресі биік, елордада орны бар. Жалпы біздің мектеп қазақ ұлттық мектебінің бір моделін жасап шығу. Алғашқы миссия мектеп директорлығы ретінде келгендегі негізгі басты көзқарасым. Себебі әлемде мектептердің әртүрлі брендтері бар. Фин мектебінің бренді бар, әлемде Жапон мектебінің өзінің бренді бар, кеңестік кезде СССР мектептерінің өзінің жолы болды, ұстанымдары болды. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін біз 30 жыл өтті, бірақ біз қазақ мектебі қалай болу керек, қазақ ұлттық мектебі қалай болу керек деген дүниені әлі толық жасап шыға алмадық. Сол дүниені жасағым келеді. Сол бағытта жұмыс атқарылып жатыр. Нөмірі 90 мектеп гимназия 2020 жылдың тамызында ашылды. 900 балаға шақталған. Бүгінгі таңда 1084 бала білім алады. Таза қазақ тілінде. Мектептің құжат жүзінде ғана емес, тегінде ұлттық бағытты ұстануын тұңғыш басшысы Ербол Іргебай анықтап кеткен еді. Білім ордасының тұсауын кескен абайтанушы, қайымтанушы ғалым, ардақты ұстаз, өмірден озған сәтте жауапкершілік жүгі Аязжан Ахметжанға артылды. 21-дің басында келген директор бір жылдан астам уақытта мақсатымның әлі де 70%-ын жүзеге асырмадым дейді. Ұлттық мектеп, қазақ ұлттық мектебі қалай болу керек деген кезде бізде ұлттық мектеп десе біреулер ойлайды, бір пән енгізе салады, немесе бір қазақ күресін, немесе бір тоғызқұмалақ, немесе бір ұлттық ойындарды, әйтпесе бір домбыра енгізе салады да, біз ұлттық мектеп жасадық дейді. Жалпы олай айту тым қарабайыр болады, шыны керек. Ұлттық мектептің жүйесі қалай болу керек, оның концепциясы болу керек. Тұтас мазмұннан, тәрбиеден, әр пәннің сабақтан күнделікті мектептің өмірінен ұлттық иіс аңқып тұру керек. Егер ол тек қана бір пән енгізу болса, ол ұлттық мектеп емес. Жалпы таза қазақтың арғы бергі тарихынан, қазақтың салт дәстүрінен, қазақтың өзінің ұлттық ерекшеліктерінен бүкіл мектептің іс-шарасы ең аяғы күнделікті өтетін сабақтарға дейін соған сай болу керек. Бала білімді естіп, көріп, татып, түртіп алады. Визуалдар үшін 90 мектеп қос жанардың рахаты. Эстетикалық ләззатты тарихыңды тани жүріп аласың. Ұрпақтар сабақтастығы деген атпен жобада құрды. Бүгінгі буын өткен заман алпауыттарын бейнесінен. Біздің мектебімізде қолға алынған ең ауқымды жобаның бірі бұл ұрпақтар сабақтастығы деп аталады. Бұл ұрпақтар сабақтастығы жобасының аясында мектебіміздегі әрбір осындай көрініс тақталары, безендірулер бүкілі бұл ұрпақтар сабақтастығының аясында келеді. Ең осы жобаның бастауы бұл қасиетті Қазақстан деп аталады. Қасиетті Қазақстан бұл қазақтың киелі жерлерін әрбір өскелең ұрпақтың танып, біліп, мынау облыста екен ғой, мына жерде екен ғой деп күнделікті көріп, дағдылану барысында ұйымдастырылып отқан шаралардың бірі. Ал осыған қарама-қарсы мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл ұлы даланың ұлы есімдері. Бұл ұлы есімдерді ұлттық мектептің оқушылары біліп, танып, өздерімен күнделікті мысалы көріп, оқып, дағдылануы арқылы тәрбие алады, тағылым алады деген мақсатта жасалып отыр. Жалпы мектебіміз ұлттық бағытты ұстанғандық. Галерея ұлттық құндылықтар асыл мұрамыз деп аталады. Бұл жерде әрбір мысал бастауыш буынның баласы келіп мына жерден 5 қағиданы, 5 құндылықты оқып кетсе, ол өзіне керекті дүниені осы жерден алады деген сеніммен жасалып отырылған дүние. Және де мына жаққа зер салсаңыздар, бұл жерде ұлы даланың 7 қыры.
елбасының жолдауында көрсетілгендей, бұл өзіміздің атқа міну мәдениеті және де еліміздің осы қызғалдақтың отаны екендігі туралы, алтын адамның тарихы туралы, аң стилі, ұлы жібек жолы, түркі әлемінің бесігі және де ұлы даладағы ежелгі металлургия. Бұл ұлы даланың жеті қырын күнделікті танысып көру арқылы естерінде, жадында қалады деген сеніміміз мол. Жалпы ұрпақтар сабақтастығы жобасы аясында мектебімізде кең көлемді іс-шаралар атқарылып жатыр. Осы ұрпақтар сабақтастығы жобасының ең негізгі бөлімдері Абай кітапханасы, Мағжан дәріс залы, Мұхтар мәжіліс залы, Қайым мұражайы, Ербол қазақ тілі кабинеті. Осы аталған бөлімдерден аталған тұлғалардың еңбектерімен және де өмір жолымен танысып, тағылым алуға жағдайлар жасалған. Біз қазіргі таңда мектептегі мұғалімдер бөлмесі Мағжан дәрісханасында тұрмыз. Бұл мектептегі мұғалімдер бөлмесі Мағжан атануының өзінің ерекшелігі бар, өзіндік. Біздің мектептің ұлттық мектеп екенін білесіздер, ал мектепте қазақ мектебін ең алғашқы құрушы Ахмет Байтұрсынұлы болатын болса, Мағжанның әдістемесі, Мағжанның педагогикасы ең алғаш осы педагогтардың әдістемелік тұрғыда дамуына күш салған. Сондықтан мектептегі мұғалімдер бөлмесінің атауы Мағжан дәрісханасы деп аталады. Жалпы біздің мақсатымыз мектепте ұлттық тәрбиесіз берілген білім ол адамның қас жауы демекші, білім беруді жолға қойғанбыз. Алпауыт елдерде өздеріңіз білетіндей, бірінші кезекте өзге тілдер емес, өзінің тілін 5-ші сыныпқа шейін беріп, баланың бойына сіңіріп, пәндік жүйеде бағыттап, дамып, ел, әлем ареналарында білім бәйгесінің төрінде жүргендіктен, бізде сол жобаны мектепке ендіріп жатырмыз қазіргі таңда. Ондағы мақсат бастауыш сынып мұғалімдерінің ұлттық нақышта бастауыш ана тілін терең меңгеру және бағыт бойынша жаратылыстану бағыты, гуманитарлық бағыт деп бөлдік. Оған дейін бізде мынандай жұмыстар жүргізілді. Мұғалімдердің өзін іріктедік. Қай бағытқа мұғалім мықты? Ол жаратылыстану бағытына мықты ма? Ол гуманитарлық бағытқа мықты ма? Сол бойынша қазіргі таңда әжептәуір жұмыс жүргізіліп жатыр. Балаларымызды барынша білікті, білімді, елдің мүддесін, елдің жүгін арқалайтындай тәрбиелеп жатырмыз. Мектепте 2021-2023 жылдарға арналған бастауыш сыныптарға пәндік жүйе енгізу арқылы табысқа жету атты эксперименттік алаң жүргізіліп келеді. Негізгі тұжырым бастауыш сыныптарда бір мұғалім 4 жыл бойы барлық пәндерден білім беруі оқушыларды тұйыққа тірейді делінген. Бүгінгі таңда бастауыш сынып мұғалімдері жаратылыстану және гуманитарлық бағытты қатар алып жүруде ақсайды екен. Яғни өзі математик, өзі тілге жатық мұғалім қат. Мәселені 90-шы мектепте бір сыныпқа 2 мұғалім сабақ беру арқылы шешпек. Жаңа оқу бағдарламасының түпкі мақсаты алған білімді өмірде қолдану болатын болса, сол зерттеу жұмыстарын, өздерінің сапалы сабақ жоспарларын бір-бірімен әдіс алмасу мақсатында еркін жағдайлар, қолайлы жағдайлар жасалған. Мектеп директоры жас болса да өзінің мұғалім мәртебесін қорғауды бірінші орынға қойып, мұғалімдерге барлық жағдай жасалған. Қазір бұл дәрісхананың ішінде еркін отырып мұғалімдер өз жұмыстарымен айналысып, және де үкімет тарапынан берілетін мектептегі қаржыны үнемдеу арқылы арнайы мұғалімдердің өздерінің шығаратын дүниелеріне кез келген әдістемелік болсын, күнделікті сабақ жоспары болсын, принтерден бастап парақтардың барлығы, мына бөлмені көрсеңіздер болады, барлығы тұр, мұғалімдер өздері керек жарағын барлығын алып жұмыс жасайды. Мықты кадрлардың сапалы саралап, енді бастауышты бізде мысалға бастауыштың мұғалімі өзіңіз бастауыш сыныпта оқығанда бір мұғалім барлық пәннен берді. Ал бірақ біздің мақсат мұғалімге салмақ салмай, олардың бағытындағы өзінің мықты гуманитарлық бағытта мықты болады ма, сол бағытта баламен
қолжетімді, баланы тез жетілдіру, балаға сол бағытта тың, терең әрі сапалы білім беру. Түпкі мақсат сол. Ал жаратылыстану бағытын басқа мұғалім береді. Қазіргі бағдарламада стандартты ағылшын тілі, орыс тілдері бар. Оларға тимейміз. Біз өзіміздің бастауыштың өзінің ішіндегі белгіленген 16-14 сағаты қазақ тілісі, әдебиеттануы, математикасы сол бағыттарды бөлеміз. 90 Елордадағы кітапханасы заманға сай жасақталған мектептердің бірегейі. Оқулықтары сайдың тасында іріктеліп, сарбаздардай жасақталып тұрады. Қашан көрсеңде. Кез келген іс-шарада үлгі ретінде паш ететін потенциалы жеткілікті. Бұл біздің Абай атындағы электрондық мобильді кітапханамыз. Абай атындағы мобильді кітапхана деп атайтпақшы, біздің Абай атамыздың Абай жолын QR-код арқылы оқуларыңызға болады, және де біздің қазақтың таңдаулы жазушылардың шығармаларында осы QR-код арқылы оқуларыңызға болады. Сол жақта өздеріңіз көріп тұрғандай, оқу білімнің қазығы, адамның азығы, өмірдің сәні, тіршіліктің шамы деп айтқандай, кітаппен әрленген сағатты көресіздер. Одан кейін біздің болашаққа бағдар рухани жаңғыру, самға, оқы, ізден, талаптан дейтін біздің оқырмандар алаңы. Бұнда оқушылар мен ұстаздар сабақтан үзілісте, сабақтан кейін өздерінің сабақтарын қарайды, кітаптарын оқиды. Ал мына бұрыш біздің қазақтың ұлы тұлғаларына арналған біздің шағын көрмелеріміз, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай біздің Абай атамызға арналған, біздің Мұхтар Әуезовке арналған мәңгілік елдің ұлы тұлғалары атты біздің шағын көрмелеріміз орналасқан. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, біздің кітапхана Абай атына берілгендіктен Абайдың өлеңдерін, Абайдың деректі киноларын, аудармаларын, әндерін, өмірбаянын осы жерде QR-код арқылы біздің оқушыларымыз өздеріне жүктеп, танысып көре алады. Мына бұрышқа келетін болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай біздің қазақ киносын осы жерде QR-код арқылы берілген, осы QR-код арқылы тамашалауларына болады. Енді мектебіміз аты айтып отырғандай электрондық мобильді кітапхана болғандықтан бізде барлығы QR-мен жабдықталған. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мына жерде QR кітаптар, қазақтың ұлы тұлғаларының шығармалары, балаларға қажетті, осыны QR-код арқылы оқуға болады. Оқушыларды кітапты сүйіп оқуға беттейтін оқуға құштар мектеп жобасы мұнда да жүзеге асырылады. Халқымыз өнер мен білімді қастерлеген. Қазіргі кезеңде адамзат алдында тұрған басты парыз ол білімді ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ білімді қайдан алады? Әрине, кітаптан. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтпақшы, кітап адамға тілсіз тәрбиеші. Кітап адамды бала кезінен бастап өмірінің соңына дейін тәрбиелей алады. Ал ұлттық мектеп ретіндегі, мұғалім ретіндегі біздің басты парызымыз да осы білімді ұрпақты тәрбиелеу, оның ішінде кітап оқыта білу, кітаппен достастыру. Сол мақсатта оқуға құштар мектеп жобасы аясында 2021-22 оқу жылында артық білім кітапта атты біздің мектебімізде кітап оқу сайысы өтті. Тәрбиесіз берілген білім адамның қас жауы деп Әл-Фараби айтпақшы, біздің мұғалімдерімізде бұл сайыстан тыс қалған жоқ. Оралхан Бөкейдің Атау кере атты шығармасын оқыды және оның құндылығын, астарлы ойын ашу мақсатында талқылау жүргізді. Бұл жоба әрі қарайда жалғасын таба бермек. Кітап оқушыларды кітап оқуға ынталандыру мақсатында гимназиямыздың директоры Аятжан Ахметжанұлы өз тарапынан оқушыларға сыйақы тағайындады. Оқушылардың бірінші орын алған оқушыларға 20 мың, екінші орынға 15 мың, үшінші орынға 10 мың сыйақы көлемінде, ал мұғалімдерге бірінші орын 50 мың, екінші орын 30 мың секілді сыйақылар тағайындалды. Алдағы уақытта мұндай сыйақы тағайындалатынын айта отырып, оқушыларға және аталған буындарға кітаптарды тағы да тапсырма ретінде берді. Мәселен, 8-10 сынып оқушыларына Мұхтар Мағауиннің Шақан шері шығармасын, мұғалімдерге Ілияс Есенберлиннің Қаһар романын оқуға тапсырылды. Кітап оқу арқылы біз білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз, ұлттық сананы қалыптастыра аламыз. Бәріміз кітап оқиық. Тарихтан сыр шертуге шақыратын құтты орын Қайым Мұхамедханұлы атындағы мұражай.
Қайым Мұхамедханұлы 1916 жылы дүниеге келген. Семей жерінің тумасы. Қазақ КСР мемлекеттік әнұраны мәтінінің авторы. Жазушылар одағының мүшесі, қоғам қайраткері, жазушы, ақын, драматург, аудармашы, педагог, алыштанушы ғалым, абайтанушы. Семей қаласында 1940 жылы Абай мұражайының негізін қалаушы. Абайдың белгісіз болып келген 30 өлеңін ғылыми айналымға қосқан. Бұл 30 өлеңінен бөлек Абайдың әр шығармасына, өлеңдеріне текстологиялық талдау жасаған. Сол арқылы кейбір қате жазылған сөздердің, баспада қате кеткен сөздердің бәрін дұрыстап, олардың бәрін реттеп, ғылыми айналымға енгізген. Мысалы, мына көріп тұрғандарыңыз Қайым Мұхамедханұлының Абай шәкірттері деп аталатын 1951 жылы жинаған еңбегі. Бірақ бұл осы Абай тануға байланысты Абайдың әдеби мектебін ғылыми айналымға енгізем дегенде үлкен кедергі, зор бөгетке ұшырады. Бұны тарихтан да білеміз. Үлкен ғылымда үлкен майдан болған, айтыс болған, тартыс болған. Тіпті Абай дейтін Абайдың әдеби мектебі деген бұл бос сандырақ дегенді айтып теріс демекші болған. Бірақ соның жолында Қайым Мұхамедханұлы өзі 5 жыл жаңағы лагерьге де, Карлаққа да барған. Сонда да азаптаудың неше түрлі тәсілін, неше түрлі сорақылын көрген. Бірақ сөйтсе дағы Қайым Мұхамедханұлы өзінің алған бетінен қайтқан жоқ. Алаштың тура жолынан тайған жоқ. Мұхтар Әуезовтей өзінің ұстазына берген антынан айныған жоқ. Мысалы, мына киімнің барлығы музейде сақталып тұрған. Бұл Қайым Мұхамедханұлының өзінің киген костюм шалбары және мынау нақты өзінің шапаны. Біз экспонатта бұл музейдің осы экспонатымен де қымбаты, қадірлі деп ұғамыз. Мысалы, мынау Қайым Мұхамедханұлының мына бюстін осы мектептің мұғалімі Мұхтархан ағамыз жасаған болатын осы Қайым музейіне. Бұл да мектептің, жалпы Қайым танудағы мектеп ұстаздарының, Қайымның құрметінің бір белгісі деп ұғынуға болады. Музей 13 тақырыптан тұрады. Өнеге көрген ұядан бөлімінде Қайым Мұхамедхановтың туып өскен жері бейнеленеді. Айнымайтын адал досым бір өзің, жары Фахнүйір ханымға арналады. Абайтанудың алыбы Абай сөзін жаңғыртқан, Абай текстологиясы бір жерге шоғырланған. Тартагөр Семейімнің топырағы атты бөлімде Карлақта болған кезеңі суреттелген. Мына жерде тағы бір фотоны айтып өткім келеді. Мысалы, ұстаз және студенттер дегенде, мысалы, осы мектептің тұңғыш директоры болған, осы мектепке Қайым Мұхамедханұлының есімін алуға тер төккен, мұрындық болған Ербол Исламұлы Іргебайдың студент шағын көреміз. Яғни біз музейдің концепциясы ұрпақтар сабақтастығы болатын болса, кешегі студент, кешегі оқушы Ербол өзі ұстазын еңбектерін танып, осы алаштың жолына адалдығын көрсетіп, ұстазын зерттеп жатса, бүгін міне біз айналып кеп осы мектепте сол Қайым Мұхамедханұлының есімін беруге де сол кешегі шәкірттің қаншама еңбек сіңірген байқап көріп отырмыз. Алғашқы біздегі мынау әнұран дейміз, гимннің авторы Мұқан Төлебаев пен Қайым Мұхамедханұлы екеуінің шығарған бірлік авторлық еңбектері жағы үлкен біздің әнұранымызға айналды. Сол кезде екеуі де 30 жасқа толмаған жас жігіттер еді. Яғни ұлтқа еңбек ету жолында әлгі уағыз болмайды дегендей, бұл жасқа да, мысалы біз кейде ойлаймыз, оқушыларға айтқан кезде түсіндіреміз, бұл ұлтқа қызмет ету деген бір кемеліне келіп 40-қа 50-ге немесе келгеннен кейін болатын шаруа емес. Бұл әр сәтте осы сіздердің қазіргі қалыптарыңызда елге еңбек етуге болады дегенді ұғындырғанда осы мысалдармен түсіндіреміз. Қайым Мұхамедханұлы Алаштың соңғы тұяғы Әуезовтың шәкірті. Ал Ербол Іргебайұлы осы мектептің алғашқы директоры, Қайым танушы педагог. Мынау Ербол Іргебайдың қорғалмаған кандидаттық диссертациясы
Бұл еңбекте мысалы кешегі шәкірт болған Қайым Мұхамедханұлының өзіне шәкірт болған Ерболдың бүгін Қайым танушыға қалай айналғаны, яғни осы мектепке Қайым Мұхамедханұлының есімін алуға сіңірген ұшан-теңіз еңбегінің жалпы жүйеден Қайым арқылы алашты сүйгендігінің, ұлтты сүйгендігінің бір белгісі ретінде біз оқушыларға бұны да әңгімелеп түсіндіріп айтамыз. Бұны да арнайы сол Ербол Іргебайұлының отбасынан қолқалап алдырдық. Ербол Іргебайұлы деп айтып жатырмыз. Сол кісінің өзінің жалпы ыждахатымен дайындалған Қайым Мұхамедханұлының 10 томдық кітабы жарық көрген болатын. Сондықтан Қайым Мұхамедханұлы абай танушы, алаш танушы болса, ал бүгінгі оның шәкірті Ербол Қайым танушы болып, ал осы Ербол Іргебайұлы тұңғыш жетекшілік еткен директор болған мектепте ұстаздар, оқушылар, шәкірттер осы алашты Ербол ағаның өзін танып жатыр. Сондықтан бұл да буын үндестігі, ұрпақтар сабақтастығы деп айтқымыз келеді. Ұнтақтан жиналған тарих өскелең ұрпақтың тегі мен құнын білуі үшін. Тәркіленген қолжазба жоғалып кеткен дүние. Жиналған мұраның пұшпағы осы мұражайда. Экспонаттарға бай дедік, соның тағы бірі мына домбыра және мына портфель. Бұл домбыраны Қайым Мұхамедханұлының мерейтойына арнайы шәкірттер тартып еткен. Яғни Қайым Мұхамедханұлы өзі ұстаған, қолданған, шерткен, ән салған домбыра қазір біздің осы музейіміздің төрінде тұр. Мынау сол кісінің ұстаған портфелі. Енді мына бетке ауыссақ, мына заттардың барлығы да Қайым Мұхамедханұлының өзінің ұстаған, тұтынған, пайдаланған, қолданған заттары. Яғни музейдің сәнін арттырып, келбетін келістіріп, айшықтап тұрған біздің осы заттарымыз, экспонаттарымыз деп айтсақ болады. Оқушылар бұны көргеннен кейін түрлі сұрақтар қояды, әсерленеді, тебіренеді. Осы қаламен жазған ба, мына радионы тыңдаған ба, демесе ана бір нені білдіреді деген сияқты сұрақтар қояды. Міне осының барысында біз Қайым Мұхамедханұлының өмірін оларға тіптен де тереңірек таныстырып, тіптен де толығырақ мәлімет беруге тырысамыз. Тіпті мына орындықтың өзі де сол Қайым Мұхамедханұлының өзі отырған, өзі еңбек еткен орындығы. Енді мынау Қайым тану деп аталатын шағын бұрышымыз. Бұл бұрышта Қайымға қатысты еңбектер, яғни соңғы кезде әртүрлі ғалымдар және басқа да зерттеушілердің жазған еңбектенген Қайымды таныған еңбектерінің біз осы сөреде қойдық. Абайдың ақын шәкірттері деп аталатын еңбекті көрсеткім келеді. Мысалы 1995 жылы шыққан еңбекте Қайым Мұхамедханұлы өзінің қолтаңбасымен Сәт Тоқпақбаев мырзаға сыйлаған екен. Біз енді арнайы қолқалап сол кісіден осы жәдігерді біздің музейімізге алдық. Яғни қолтаңбасымен берілген кітап. 90-шы мектептің табалдырығынан аттаған сәттен алаш идеясына аяқ басасың. Бұл сіздер тұрған кабинет, бұл алаш тарих кабинет деп аталады. Енді алаш тарих кабинетінің басқа тарих кабинеттерінен айырмашылығы қандай дейтін болсақ, бұл енді негізгі ұстаным, негізгі тақырып осы алаш идеясына негізделген. Бұл кабинетте жаңа Әлихан Бөкейхановтың сөздерімен және жалпы алаш тарихына қатысты әдебиеттермен жабдықталған. Сонымен бірге артық фонда көріп тұрғандарыңыз, бұл алаш орданың құрылуына атсалысқан қазақ меценаттары, сонымен бірге алаштың зиялыларының бастамасымен жарық көрген қазақ тіліндегі оқулықтар. Жалпы енді алаш идеясының өзі осы қазақ мемлекеттілігінің түп бастауында тұр. Яғни 20 ғасырдың басында алаш партиясының құрылуы, алаш орда автономиясының құрылуының негізінде біздің қазақ мемлекеттілігінің фундаменті, іргетасы қаланды десек болады. Мысалға, енді Әлихан Бөкейханов бастаған алаш зиялылары осы қазақ мемлекеттілігінің тарихында негіз салған алғашқы бастама көтерген зиялыларымыз. Бөлек пән емес, тарих пәнінің құрамында бар. Енді болашақта ойымыз бар, осы ұлттық гимназияның директорының ұсынысы бар. Соған байланысты осындағы алаштанушы ғалымдарымыз, Ұшқын ағай бар, солар бірігіп алаштану қосымша пән негіздеуді тапсырған болатын. Сол бағытта жұмыстанып жатырмыз. Осы жерден сол ұсыныс жасаймыз.
төменгі буыннан бастап жоғары буынға дейінгі үзілмей осы Алаштың идеясының негізін біліп шықса деген. Мектептің 4 қабатындағы баспалдақты бойлай қазақтың тарихи даталары жазылған. Мектеп бағдарламасына бастауыштан жоғарғы сыныпқа дейін Алаш идеясына негізделген оқу жүйесі жасалуда. Қосымша пән ретінде әрине. Біздің енді ұстанымымыз демократиялық құқықтық мемлекет құру ғой. Сол демократиялық құқықтық мемлекет құрудың негізі сол Алаштан бастау алады. Өйткені 20 ғасырдың басында Барлыбек Сырттанов деген біздің зиялымыз Алаш идеясының алғашқы уставын, заңын жазып кеткен. Сол жерде бүкіл құқықтық мемлекет қалай құрылу керек, заң шығарушы, атқарушы, сот органдары деген сияқты жалпы демократиялық парламенттік республика болатындығын сол кезде негіздеп кеткен. Сол идеяның негізінде қазір мемлекетіміз құрылу үстінде. Сонда біздің қазіргі Қазақстан 91 жылдан құрылған. Сол Алаштың жалғасы. Тек соны ары қарай қаншалықты негізде орната аламыз, бұл енді бізге сын болады. Сондықтан сол Алаш идеясының негізінде құрылады деген ойдамыз. Тарихын білмеген ұлт жойылуға жақын тұрады, яғни тарихын білмеген ұлт жойылады демекші. Сондықтан осы өскелең ұрпақ мектебіміздің оқушы ұл қыздары өз тарихын бойына сіңіріп өсу үшін біздің мектебімізде мына көріп тұрғандарыңыздай қабырғадағы өзіміздің тарихымыздағы айтулы даталар, оқиғалар берілген. Және бұл оқиғалар тек үзіп-жұлып емес, тұтас үлкен кезеңді көрсетеді. Мысалға алатын болсақ, осы 4 қабаттың бойында сонау сақ дәуірінен бастап қазіргі күні бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекетіне дейінгі аралықтың барлығы осы айтулы оқиғалар көрсетілген. Мысалы, қарап отырсаңыздар, мынау 18 ғасырдың оқиғалары, сонау қазақ хандығының құрылғанынан бастап мына қабырғада 18 ғасырдағы қазақ тарихындағы айтулы оқиғалар берілген. Міне бұл оқиғалар осымен тоқтамайды, осы 4 қабатқа дейін жалғасқан. Енді бұл күнделікті осы мектепте оқып білім алып жүрген оқушылардың санасында осы оқиғаларды білдіру, үйрету, түсіну мақсатында жасалған шара. Демек, бұл ойымызша осы мектепте білім алған әрбір оқушы қазақтың тарихын, дәстүрін, мәдениетін меңгеріп шығады деген ойдамыз. Ұлы даланың 7 қырынан бастап, қасиетті Қазақстанның әр түкпірінен бастап таныстырып, біз қазақтың бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі күнге дейінгі жетуіне кешегі әр саланың негізін қалаушылардың ғұмыр-баянынан бастап, Қазақстан ұлттық телеарнасымен біріккен деректі фильмдермен әрбір тұлғалардың сөзімен бүгінгі заманауи бейнесімен жасадық. Оның ішінде ерекше атап өтетін Абай кітапханасы, Мағжан дәріс залы, Алаш тарих кабинеті, Шоқыр спорт залы, Мұхтар мәжіліс залы, Қайым мұражайы, Ербол қазақ тіл кабинеті, тұлғалар дәлізі, тарих баспалдағы, ұлы даланың ұлы есімдері тұлғалар коридоры деген сияқты әртүрлі осы тұтас кешен жұмыс істеп тұр. Ал сабақ процесінде, мысалы, қарапайым тұрғыда қазақтың мақал мәтелдерінің өзінің белгілі бір деңгейде жаратылыс ғылымдардың кейбір заңдылықтарын орындайтын мақал мәтелдер бар. Соларды да күнделікті сабақта сіңіру. Мысалы, химияда полиярлы молекула полиярлы молекулады ериді, полиярсыз молекула полиярсыз молекулады ериді деген заңдылық бар. Ал қазақта суды су кетіреді, уды кетіреді дейтін дүние бар. Физикада мысалы Ньютонның бірінші заңы бір денеге сырттан күш түспесе, ол дене өзінің тыныштық күйін немесе бір қалыпты көзқарас күйін өзгертпейді дейді. Ал қазақ оны айтады, жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Тура осы секілді қазақтың әдебиеті мен мәдениетіндегі заңдылықтарды да пәнге енгізу үлкен мұратымыз. Ұлттық мектепті құру тың идеяны бойына сіңіре алатын, патриоттық рухты ту етіп, талмай еңбек ете білетін ұстаздар командасының ғана қолынан келеді. Жоқ деп қушөппен ауыз сүрте беруге болады, бірақ біздің мектептің ерекшелігі, мен осы мақсатта да мектептің негізгі қосыны жастар. Яғни біз тәрбиелеуге, бейімдеуге, шығармашылық креативін қозғауға мүмкіндігі бар шығармашылық қауым. Жас деген не? Ол энергия, ол ой, ол креатив. Сол креативтерді осы жасалып жатқан идеяға қарай бағыттау менің басшылық парызым.
Басшы оның бәрін істеу, бағанағы мен айтып жүрген дүниелердің бәрін іске асыру мүмкін емес. Басшы сол адамдардың идеясын бір нүктеге шоғырландыру басты мақсат. Ал осы дүниеге енді өзімі мектеп директорлығына келген кезде 3 жыл уақыт беріп келгем. 3 жыл отырам, іске асырам, болды. Бір модель жасап шығам ұлттық мектептің. Жасай алмасам өзім өсет деп, өзіме серт беріп келгем. Енді 1 жыл 2 ай, алда 1 жыл 8 ай уақытым бар. Мұғалімге талап қоямыз, ізденіс. Мысалы, мұғалімдерімізге тіпті біз қазір кітап оқудың өзінен сайыс қойып, жарыстырып, оған ақшалай жүлде беріп, ұлттық бағыттағы әдебиетке, ұлттық бағыттағы мәдениетке сусындату. Сонымен бірге бізде мықты қоғамдағы белді кадрлар тарту осы бағыттағы. Мысалы, бір ғана маманым туралы айтқым келеді. Ұшқын деген жігіт бар. Үлкен алаштанушы ғалым, PhD. Өткенде ғана түскен шыққан Ахмет Ұлтұстазы фильмінің сценарийші, редакторы. Сол жігіттің өзі біршама шәкірттер тәрбиелеп жатыр бізбен қатар. Яғни сондай кадрлар тарту арқылы жан-жағында сондай кадрларды көбейту. Бұл енді басты мақсатымыз. Ұстаз потенциалын аша білу басшылықтың басқару шеберлігіне тәуелді. Мектептегі ахуал мұғалімнің шығармашылығына, сәйкесінше балаға берілетін білім сапасына ұласады. Мұғалімдердің шарт жағдайын егер 100% жасау дейтін болса, мақтанышпен айта аламын, 120% жасап отырмын деп. Мұғалімдердің шығармашылық ортасы, күнделікті жұмсайтын A4 қағазынан бастап, принтерінен бастап, әр мұғалімда жеткілікті, дайын, және мұғалімдер қандай уақытта шығармашылық жұмыспен айналысса да, еркіндік, бірде-бір мұғалімнің өзінің кәсіби жұмысынан тысқары дүние жоқ. Сонымен бірге, мысалы, авторлық жазып жатқан мұғалімдердің енді өзім оннан астам оқу әдістемелік құрал жазған адам ретінде әрбір авторлық бағдарлама жазған мұғалімдердің авторлығының алып, сызып, сіз міндетті тұрыстаңыз, мына жерді былай жасасаңыз әдемі болады деп әр мұғалімға жеке талдау жасауға өзімді жұмыс жасап отырмын. Ой деген не? Айтылды ғой, сенде бір алма бар, маған берсең сенде жоқ болады, ал сенде бір идея бар, маған берсең менде бір идея бар, саған берсем екеумізде де 2 идея болады деген сияқты. Біздің идеямыз қазір бүкіл ұжымда балалап жатыр. Ұжым толыққанды ұлттық мектеп қалыптастыру бізге ендігі жетпей тұрған нәрсе ата-ана мен оқушы. Біз ата-ана мен оқушыны осы идеяға қалай жұмылдырамыз деген дүние басым. Бір ғана тағы бір ата-аналарға бағытталған бір дүниені айта кетейін. Біз ата-аналар жиналысында мысалы оқушының 3 жұрты деген терминді қолданып жүрміз. Жігіттің 3 жұрты деп айтамыз, қазақта. Өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты ынтымақты болмаған, өз жұрты мен нағашы қайын жұрты ынтымақты болмаған шаңырақ бәрібір ортасына түседі. Егер екі құдағи екі жақта тартса мысалы. Дәл сол сияқты оқушының 3 жұрты болады. Ол кім? Оқушының 3 жұрты мектеп, отбасы, қоғам. Осы 3 жұрт біріккенде ғана біз тұлға тәрбиелеп шығарамыз. Егер 3 жұрт үшеуі 3 жаққа тартса, біз тұлға тәрбиелеп шыға алмаймыз. Ал осы 3 жұрттың басын қосуда тағы мектеп басшысы ретінде парызы. Ата-аналармен жұмыс жасау бізге ең қиын шаруа деп айтсам болады. Бірінші, ата-аналармен әртүрлі біз сайыстар қойып отырмыз. Ұлттық бағыттағы ойындар, бірақ өкінішке орай ата-аналар келмейді. Мысалы, ата-аналар жиналысының өзіне 20-30% ата-ана келеді. Біз енді алда жаз маусымы шықса, алаңда ата-аналарға мен оқушыларға бәрі бағытталған үлкен көлемде наурыз тойлау ойымыз бар. Наурызда қойғымыз келді, бірақ ауа райының мүмкіндігіне байланысты енді алда үлкен наурыз қойып, мына жерде 6 бақан тиіп, айтыс өткізіп, үлкен деңгейдегі іс-шара өткізбек жүрміз. Мүмкін ата-аналарымыз атсалысатын шығар. Осы оқушыларға кішкентай бастауыш сынып оқушыларына әсіресе аптасына 2 рет осы алаңда
қазақтың ертегілерін оқып беремін. Яғни болашақ ұрпақтың бойында имандылық қасиет, адамгершілік қасиет, бір-біріне деген сүйіспеншілік, қамқорлыққа тәрбиелеу үшін ертегінің мәні зор екенін ұғындыру үшін және ертегі кітабын сүйіп оқуға оқушыларды ынталандыру мақсатында оқушылардың жүрегіне жететіндей, оқушыларға бір ой салатындай, ертеңгі өмірлерінде өздеріне сабақ болатын, тәлім тәрбие алатын ертегілерді таңдауға тырысамын. Келесіде ал балалар енді бүгін ертегі айтатын күн дейсіз бе, әлде әр аптаның бір күні ертегі тыңдайтын ба? Балалар өздері дағдыланған, сәрсенбі, сосын жұма күндері осы жерге үлкен үзілісте келіп отыра қалады. Мен классым мынау, киініп шығып, балаларым, амансыңдар ма, көңіл күйлерің қалай, ертегі тыңдауға дайынсыңдар ма деген сияқты балаларды үйіріп алып арғай ертегіні тыңдайды балалар. Балалар, сендер сынық құмыра ертегісін білесіңдер ма? Естіп көрдіңдер ма? Жоқ. Олай болса мен сендерге осы ертегін айтып берейін. Екінші сыныптан бастап жалпы барлық 11 сыныпқа дейін домбыра сабағынан және ансамбль оркестрлерінен дәріс беріп жатырмын. Қазіргі таңда енді 4-ші сыныптармен осы отырған балалармен міне жақында өтетін шаттық қалалық байқауына қатысайын деп жатырмыз, Құдай қаласа. Енді қазіргі таңда өзіміздің мектепте үлкен оркестр ұжым бар. Ол ұжымда қазір шамамен 50-дей бала бар. Тек қана домбыра емес, сонымен қатар қазақтың ұлттық аспаптары жетіген, қобыз, дауылпаз, асатаяқ, шаңқобыз, сасырнай секілді ұлттық аспаптарымыз бар. Қазіргі таңда осы аспаптарды біздің балаларымыз меңгеріп келе жатыр. Мектептегі тәрбие жұмысы 8 бағытта жасалады. Музыка арқылы ұлттық аспаптарды, көркем еңбек пәнінде қол өнерімізді, спортта қазақша күрес, тоғызқұмалақ, асық ату сынды ойындарымызды, асыл сөз жобасында ауыз әдебиет пен көркем әдебиетті баланың бойына там-тұмдап сіңіру көзделген. Қай уақытта болмасын оқу үдерісіндегі оқушылардың білім сапасын арттыру, ол үнемі ерекше көңіл бөлуді қажет етеді. Осы мектебіміздегі ұстаздарымыздың сабақ беру барысында біліммен қатар тәрбие, соның ішінде ұлттық тәрбие элементтерін қолдануға біз ерекше көңіл бөлеміз. Яғни осы рухани тәрбиені, ұлттық негіздерді, ұлттық құндылықтарды негізге алған кез келген білім ордалары ол академиялық жағынан да жетістікке жететіні анық. Енді осы мектебіміздің білім сапасын арттыру мақсатында болашақ білімді, дарынды балаларды тәрбиелеуде мектебімізде көптеген әдістемелік жұмыстар атқарылуда, шығармашылық топ жұмыстарын атқаруда. Сонымен қатар әдістемелік семинарлар, апталықтар, оқушылардың олимпиадаларға, ғылыми жұмыстарға, конференцияларға қатысуы өз жалғасын табуда. Шахмат үйірмесі тегін қатыса беруге болады. Шахматқа осы жылы 1 жыл болады, және де шахмат үйірмесі мен үшін көптеген жетістіктерге жеттім. Шахмат ойынымен мен 5 жылдай бұрын әкемен бастап ойнағанмын. Осы шахмат ойында маған ұнайтыны ол жерде көп ойланып, стратегиялық амалдар қолданып өте терең ойын деп санай аламын. Қалқып ап қара сөздің тілегейін, өнердің көрсетейін бірегейін. Ұлттық мектеп болғаннан кейін бұл жерде көп дүниелердің барлығы негізі ұлттық. Мысалы театрдың өзі де ұлттық бізде. Қазір енді осы Астана қаласында, жалпы Қазақстанда театрлар көп, бірақ соның ішінде ұлттық нақыштағы театрлар негізі жоқтың қасы. Біз енді осы мектептігіне қарамастан осы жерде ұлттық нақыштағы домбыралармен қатар, ұлттық нақыштағы дүниелермен қатар сол театрда ашылып жатыр. Оған дәлел бізде әрбір мереке сайын, әрбір іс-шараларда жалпы қазақтың бір ханды көрсететін, қазақтың бір рухын көрсететін бір рухани дүниелер бізде көбірек қойылады. Мысалы, алдағы уақытта біз өткенде конкурстар болып отыр. Мысалы, ұлттық нақышта бұл мысалы біздің осы мектептің театры ғана осы ұлттық дүниеден барған жақсы орындар алып келдік. Алдағы уақытта да осындай жақсы жұмыстар жүреді деген ойдамыз.
8 қырлы бір сырлы ұрпақ тәрбиесі өнерлі де қажырлы ұстаздың жауапкершілігінде. Мемлекет тарапынан қосымша үйірмелер ашуға қажетті қаржы барлық мектепте қарастырылған. Алайда артылған міндетті абыроймен атқару мектеп ұжымының еншісінде. Бұл тұста қазаққа тән ұят болады ұғымы ғана емес. Ұлтыма қызмет етемін деген рух пен жігер қажет. Тұжырымға түрткі болған осы 90-шы мектеп. Ұлттық мектеп болғаннан кейін біздің мектеп көбінесе ұлттық спорттық ойындарды дәріптейміз. Ол көбінесе осы мектептің ұзақ үзіліс мезгілінде балаларды осындай керекті алаңдарға шақырып, өзінің әртүрлі ұлттық спорттық ойындар түрлерінен жарыс өткіземіз. Әртүрлі ойындар болады. Сонымен қатар әртүрлі мерекелік іс-шараларда көбінесе осы біздің қазақтың ұлттық ойындары, ұлттық спорттық түрлері әртүрлі салада жарыс өткізіледі. Ұмытылып бара жатқан қазақтың тағы да бір салт дәстүрі ұлттық ойыны бұл ләңгі деп аталады. Көбілері қазіргі балалар көбісі біле бермейді бұны. Сондықтан осы біз көбінесе осы ләңгіні көбінесе аламыз әртүрлі ұзақ мезгілінде. Сонымен қатар тағы да қазақтың ұлттық ойыны тағы да бір асық ойындары. Бұл енді баланың бұл ләңгі көбінесе балалардың ептілігін, икемділігін, төзімділігін арттыратын ұлттық спорттық ойындар. Әсіресе үлкен кісілерде, әсіресе ұстаздарда көбінесе ойнайды, қызығып. Бұл ойнаған балалар енді үлкен ұстаздар көбінесе өзінің балалық шағын еске түсіру үшін ойнайды көбінесе. Ал енді асық ойыны көбінесе бұл енді мергендікті, дәлдікті жалпы балалардың сезімталдығын, дәлдігін арттырады. Сондықтан бұл ойын түрлерін көбінесе аламыз. Ал енді сабақ кезінде болсын, көбінесе ұлттық спорт ойын түрі арқан тартыс, соны көбінесе қолданамыз. 21 ғасыр адамнан алмас сынды сан қырлы болуды талап етеді. Яғни толыққанды тұлғаны тәрбиелеп шығару үшін балаға интеллект, сымбат, рухы мен жанын қатар ұштауға үйреткен ләзім. Мен осы биылғы жылдан бастап Деват университетіне қатысып, мен бұрынғы өзімнің бұрынғы мектеп оқып жүргенде мектеп лигасында және де басқа лигаларда ойнағам. Осы пікіртайыс клубының аты Парасат клубы, яғни біздің жетекшіміз Қуандық Санатұлы. Біз бұл жерде не істедік деген ой сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Біз бұл жерде Қуандық ағаймен жастар сарайы, оқушылар сарайына барып, сол жердегі турнирлерге бардық, бір емес бірнеше рет бардық. Сол жерде не жүлдер орын алмасақ та, біз басында біз өзіміздің нелерімізді қалап, сол кезде өзімізге деген тәжірибелер алу арқылы біз сондай жетістіктерге жетіп, бәлкім болашақта үлкен нелер алуға деген жоспар бар. Дебатпен 8-ші сыныптан бері айналысамын. Дебат ойынның басты ерекшелігі бұл пікірталас. Пікірталасқа әртүрлі тақырыптар келеді. Тақырыптардың ерекшелігі бұл біздің сөйлеуіміздің, мәдениетіміздің дамуы болып саналады. Топтың жиналуына қарай әртүрлі балалардың ұстанымы, әртүрлі балалардың өз ой өркениеті өседі. Бұл арқылы балалар өздеріне грант ұтып алуы да мүмкін. Бұл арқылы мектептегі даму да жүргізілуі мүмкін. Өзінің дебатпен айналысқандағы мақсатым өзім үшін даму, жеке даму, тұлға ретінде, ой пікірдің өсуі, өзінің дарынды бір қасиеттерім болса, бұны дамыту. Жасұлан ұйымы бұл жалпы мектепшілік оқушылардың мектептен тыс ұйымы болып атқарылады. Бұл негізгі мақсаты оқушылардың патриотизмнен сезімін ояту, сонымен қатар оқудан тыс әртүрлі үйірмелер, бізде байқаулар өткіземіз. Оқушының барлық қызығушылықтар мен шығармашылық жағынан дамыту және де өзін-өзі көрсете білу. Конкурстар ұйымдастырамыз, сонымен қатар іс-шаралар оқушылардың арасында мұғалімдермен бірге, сонымен қатар дебат та бар бізде. Әртүрлі экологиялық жобаларға да қатысамыз, сонымен қатар республикалық Жасұлан ұйымымен қатар ұйымдастырылатын іс-шараларға да барып тұрамыз. Мемлекет көлемінде жүзеге асатын мектепке жол акциясы мұнда да жалғасын табады. Мектепте әлеуметтік тіркеуде тұрған көп балалы отбасылар саны 50, аз қамтылған отбасылар саны 18. Жалпы 200 бала материалдық көмекке мұқтаж дейді әлеуметтік педагог. Қайырымдылық акциясы жыл бойына жүргізіліп отырады. Ол қайырымдылық акциясының негізгі мақсаты көп балалы, аз қамтылған және АИК алушы отбасыларға көмек көрсету. Яғни мүмкіндігінше демеушілік арқылы көмек көрсетіледі.
Биылғы жылғы көмек бізде өз ата-аналарымыздан азық-түлік көп жиналып, әр отбасыға үлестірілді, тиесілі отбасыларға. Өзім жобам бар, 3 одақ жобасы, сол бойынша жұмыс жасап жатырмын. Ол ата-ана және мұғалім, оқушы. Яғни іс тігу жағынан, денсаулық спорт кепілі, демекші спорт жағынан денсаулық жақсарту мақсатында. Және де іс тігу мақсатын алатын болсақ, ол жерде іс тігу арқылы үйде отырып оқушылар немесе ата-аналар қосымша табыс таба алады. Мектептің басшысы арбаның алдыңғы дөңгелегі іспеттес. Ол қайда жүрсе, ұжымда сонда барады. Күшпен емес, үлгі болу арқылы әрине. Гимназия директоры үздік педагог Аятжан Ахметжанұлы республикалық химия пәні олимпиадасының бас жүлдесін иеленіп, 30 жылдыққа орай үздік мұғалім атанған. Қарамағындағы мұғалімдер халықаралық олимпиадалардың, ғылыми конференциялардың, ғылыми жобалардың жүлдегер жеңімпаздары. Мұғалімдермен және оқушылармен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Үнемі тренингтер, дәрістер, кеңестер өткізіп тұрамыз. Қазір негізінен балалар осы ата-анасымен кейде болып қалады, түсініспеушілік, мұғалімдермен болып қалады, немесе сыныптастармен болып қалады, сондай жағдайларда келіп тұрады. Мектептегі психологиялық ахуалды қалыпты сақтау үшін үнемі тренингтер, кеңестер өткізіп тұрамын. Қайым Мұхамедханов атындағы елордалық 90-шы мектеп гимназия ел болашағына ұлттық идеясымен үлес қосады. Мемлекеттің идеолог, журналист, әдебиетші, ақын жазушылары осы ордадан шығып жатса, таңғалмаңыз. Егер мектеп ұжымы алға қойған мақсаттарына жетіп, ұлттық мектеп идеясын эстафета ретінде басшыдан басшыға табыстап отырса, егер мұғалім мен оқушының тандемінде патриоттық рух пен ұлттық мүдде жеке бас қажеттілігінен, пенделіктен жоғары тұра білсе, 90-шы гимназия сөз жоқ, алаштанудың ордасы, алаш идеясын насихаттаушы ұрпақты тәрбиелеуші мекенге айналады. Тұсауы 2 жыл бұрын кесілді. Діңгегі мығым, тамыры терең бойласын деп тілейік.